Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақтың ұлттық тағамдары. Бүгінгі сабағымызда қазақ халқының тағамдарының атауларын айтып үйренеміз. Жалпы, ұлттық тағамдар 3 топқа бөлінеді. Олар ет тағамдары, сүт тағамдары және ұннан жасалған тағамдар. Ал енді әрбір топқа жататын тағамдармен танысайық. Ет тағамдары. Бұл қазақша ет, оны бешбармақ деп те атайды. Ал келесі ет тағамы қуырдақ. Ұннан жасалған тағамдар: бауырсақ, шелпек, табанан. Қазақ халқында сүт тағамдарының түрлері өте көп. Мысалы, құрт, қаймақ, сүзбе, май және ірімшік. Ал сусындары қымыз және айран, шұбат. Қымыз бұл бие сүті, ал шұбат түйе сүті. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының атаулары қаншалықты есіңде қалды? Тексерейік. Табанан ет тағамы ма, әлде ұн тағамы ма? Дұрыс, ұн тағамы. Қазақша ет тағамы ма, әлде ұн тағамы ма? Дұрыс, ет тағамы. Келесі, бауырсақ ет тағамы ма, әлде ұн тағамы ма? Дұрыс, ұн тағамы. Шелпек ет тағамы ма, әлде ұн тағамы ма? Дұрыс, шелпек ұннан жасалған тағам. Келесі, қуырдақ ұн тағамы ма, әлде ет тағамы ма? Дұрыс, ет тағамы. Келесі тапсырма. Қазақ халқының ұлттық тағамдары мен олардың атауларын сәйкестендір. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Жарайсың. Соңғы тапсырма. Мына диалогты мұқият тыңда. Иван, сен қазақ сусындарын ішіп көрдің бе? Иә, бірнеше түрін ішіп көрдім. Ең қатты ұнаған сусын түрі айран. Естуімше, айран артық салмақтан арылуға көмектеседі, және оны кешкі уақытта ішкен пайдалы екен. Дұрыс айтасың. Қазақ сусындарының барлығы денсаулыққа пайдалы және дәрумендерге бай. Олардың қатарына қымыз және шұбат жатады. Ал қандай қазақ тағамдарын білесің? Мен көп тағам түрлерін білмеймін. Тек қазақ халқының маңызды тағамның бірі ет екенін білемін. Маған ұлттық тағамдар туралы айтып бересің бе? Әрине, қазақ асханасында көптеген дәмді тағамдар бар. Ең басты тағам қазақша ет болып табылады. Сонымен қатар, қазақ асханасында ұннан жасалған тағам түрлері өте көп. Мысалы, бауырсақ ең танымал ұннан жасалған өте дәмді әрі жасалу жолы оңай тағам. Мәссаған, мен мүлде бауырсақ жеп көрмеппін. Ендеше міндетті түрде жеп көр. Саған ұнары сөзсіз. Жарайсың. Ал енді диалогқа қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Айран не нәрсеге көмектеседі? Дұрыс, айран артық салмақтан арылуға көмектеседі. Келесі сұрақ. Айранды қай уақытта ішкен пайдалы? Дұрыс айтасың, айранды кешкі уақытта ішкен пайдалы екен. Келесі сұрақ. Қандай сусындар дәрумендерге бай? Дұрыс, шұбат және қымыз. Соңғы сұрақ. Қазақ халқының ең басты ет тағамы қандай?
Дұрыс, қазақша ет немесе бешбармақ. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау бол!